Солай емес пе? Бұл 7-ші апта. Мен бастамас бұрын. Бұл спиннер есіңізде ме? Мен оны ұлымның ойыншықтарының арасынан жаңа ғана таптым. Мен оны бұрын қаншалықты жақсы көретінімді ұмытып кете жаздадым. Есіңде ме? Мұндай жындылық қашан болған? Жарайды. Сондықтан мен сенің маған деген сеніміңді жоғалтқанша жарайды. Балалар, сен спиннерлермен ойнаудағы жетістіктеріңе деген сеніміңді жоғалтқанша өз тілегімді өзім сияқты, Эрнест сияқты айқайлауға рұқсат ет. Салах Хусейн, 95 жаста, Манамаджин, Гонконг. Сен Гонконгтасың ба? Мен Акода, Джавахар, Ританы Дом, 24 Аргентина фильмдерінде ойнаймын. Сыншыларға сәлем. Сәлем, Крити. Қалайсың? 279 сен жаңа ғана болдың. Мен Малайзияның Пранешвар қаласында Критимен бірге, керемет көшбасшылармен бірге болдым. Бір түнде мен сендермен бірге болдым. Және таңғажайып сауда жасадым. Сізді, оның күйеуі мен әйелін, және оның әдемі хаблат сағатын алғаныңыз үшін құттықтаймын. Бәрі жақсы. Даса Чаухан, Масин Танвир. Вики, рас, қалайсың? Вик, сен Африкада емессің бе? Сен Ганада емессің бе? Вибаху, қалайсың? Бұл жолы біз сені Ганада сағынатын боламыз. Бұл менің ағам Джон Байден. Сид, 92 жаста. Менің Сауд Арабиясындағы жауынгерім. Ассаламу алейкум, Вирен Рана. Сәлем. Камуста, қалайсың? Жаным. Пуджа Синг Савит. О, сен Надир Сиддики. Надир Сиддики. Жаман Джоди болғалы тұрсың. Ақыры Лорен үйде. Сен онымен Ганадасың ба? Лорен үйде. Қалайсың? Жақында кездескенше. Рисамо, Альфред Кин, Сикала. Керемет серіктес, Калабонит Прешвала. Жақында кездескенше, жалғыз күш. Мен сені көрмегеніме біраз болды. Сәлем, Зулу, менің жауынгерім. Линаки Самира, Эвлати Харш, Сака Панада, Сурадж, Рамбат, Ламухан, доктор Эта. Айбуан, Хаш, Sakya Panadan, Suraj, Ramba, Laj, Mohan, Dr. Yashanta, VEL Ili, Prakash, Muqtadir, what's up, bro? See you soon. Balaji, how are you? Namaste. Не болды. Жақында кездескенше. Баладжи, қалайсың? Намасте. Харита, Шеш Харади, Манодж, Ра Азизи, Би Си Фирал. Мен сені көріп тұрмын. Бриджеш, Шивастава, Манам, Паван. Қалайсың? Дейв Джоэл. Біз Дейв Джоэлдің үйдегі серіктесіміз. Джерадж, Чарльз, Дэвид Шарма, Әзірбайжанның Баку қаласынан сәлем. Дэвид, менің жауынгерлеріме, Жапон жауынгерлеріне, Әзірбайжандағы Дато Шри Виджайға, Тёма Мега Удашиге, Кишан Лоловиге, Паришан Хотиге, Адамға, Пранешке, Кишанға, Ядавқа, Анкуш, мен сендерді көріп тұрмын. Сара Хусейн, Джен Сети, біз бірге отырдық. Үйде. See you guys, Sarah Hussein, Jen Sati, V partner Sati, in the house. Бәрі жақсы. Шахин. Иә, Шахин мен оның Әзірбайжаннан келген командасы есімде. Мен Өзбекстаннанмын, Әзірбайжанданмын. Шахин және оның командасы Әзірбайжаннан. Жағдайыңыз қалай? Сен Ши Гуптасың ба? Мен бүгін аздап айқайлайын деп жатырмын. Жарайды. Қайырлы таң, қайырлы таң, қайырлы таң. Ең алдымен, менің барлық мұсылман бауырларыма ассаламу алейкумға. Менің барлық орыс тілді жауынгерлеріме Жапа мен Дари Виджи. Сәлем, 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 Кандела. Дүние жүзіндегі барлық француз тілінде сөйлейтін жауынгерлерге бонжур, бонжур, бонжур. Мен Аппел, Джем тайпасының көсемімін. Бәрі жақсы. Сәлем, мерхаба. Merhaba. Бәрі жақсы. Біз Кью және Еуропадағы барлық адамдарға сәлем жолдаймыз. Мен Ланкадағы барлық адамдарды құттықтағым келеді. Намасте, ана. Ванаккам. Намасте, намаскарам. Сацриакал, Үндістандағы, Индонезиядағы, Гонконгтағы барлық адамдарға. Нихау, Гонконг. Синчау, Вьетнам. Мен глава Манма, Джамбо, Африка. Ола,
оңтүстік Америкадағы барлық адамдарға биыл біз оңтүстік Американы дүр сілкіндіретін боламыз. Жапон тілінде сәлем деп қалай айтасыз? Аригато гозаймас, рахмет айтайық. Бәрі жақсы. Біз малайларға барамыз. Апаға бар. Сингапурлықтар, қалайсыңдар? Менің сингапурлық бауырларым, қайырлы күн. Менің Австралиям, бәрі жақсы. Дүние жүзіндегі барлық адамдарға сәлем. Сәлем, сәлем, сәлем. Бұл сіздің аспазыңыз. Енді мен бастамас бұрын. Мен сізге осы қос махаббат акциясы туралы айтып беруім керек. Бәрі жақсы. Бұл кнеттен сыйлық. Бәрі жақсы. Кнеттен сыйлық. Бәрі жақсы. Осы аптада тіркелген кез келген адам. Осы аптада біліктілікке ие болатын ішкі кірістер қызметінің жаңа қызметкерлері. Осы аптада біліктілікке ие болатын ішкі кірістер қызметінің барлық қызметкерлері кем дегенде 1000 фунт стерлинг алады. Дұрыс, сіздің бірінші қадамыңыз үшін комиссияларыңыз. Егер сіз оған 20-шы аптада жетсеңіз, мен ұмытып қалдым, сіз егжей-тегжейлерді тексере аласыз. Қай аптада? Суреш Нагалингам, сен желіде жүрсің бе? Мен қай аптада екенін ұмытып кеттім. Егер сіз бірінші сатыға көтерілсеңіз, онда сіз тікелей бағытта біліктілікке ие болмайсыз. Солай емес пе? Бұл біліктілікке жету үшін сізге кем дегенде 2 адамды жіберу керек дегенді білдіреді. Бірінші сатыда біз сіздің комиссияңызды бірінші сатыға 2 есе арттырамыз. Егер сіз бірінші сатыдан бірнеше апта өтсеңіз, мен қай аптада екенін ұмытып кеттім. Жарайды. Егер сіз осы аптада, яғни 7-ші аптада тіркелсеңіз, келесі 4-6 апта ішінде біліктілікке ие болсаңыз, біз сіздің комиссияңызды бірінші сатыға 2 есе арттырамыз деп ойлаймын. Бұл қос махаббат деп аталатын керемет жарнама. Рахмет, Кнет. Біз сені жақсы көреміз. 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 Бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Сондықтан, ең алдымен, сәлем. Бүкіл әлемдегі барлық адамдардың денсаулығы үшін ішейік. Үй шаруашылығы туралы аздап. Ертең мен әдемі Гана еліне, әдемі Акра қаласына, Африкаға бару үшін заттарымды жинай бастаймын. Бұл жылдың ең керемет бастамасы болады. Онда біз 4 аптаның бірін бізді Акрада қарсы алатын әдемі Гана елінде өткіземіз. Мен міндетті түрде сонда боламын. Адли сонда, Дейв Джоэл қазірдің өзінде сонда, Адли қазірдің өзінде сонда, Калада сонда. Бәрі жақсы, Ибн да сонда, жақында Арун Джордж келеді. Бұл өте керемет. Бұл біздің Африкадағы өмірімізді жақсы жаққа өзгертеді. Бірақ біз Африкада тұрып жатқанда, біздің барлық әлеуметтік желілерімізді қадағалаңыз. Өйткені мен сізге уәде еткенімдей, Vegan to You шынымен болып жатыр. Сондықтан, Vegan to You бағдарламасының керемет жүргізушілері біз туралы орыс, француз, араб және ағылшын тілдерінде сөйлесетін болады. Сондықтан, әлеуметтік желілерді қадағалаңыз. Менің әлеуметтік желілерімді қадағалаңыз. Өйткені мен Африкада болған кезде, мен Виа Африканы хроникаға түсіремін. Сұхбат жүргізді, түннің бір уағына дейін көптеген адамдармен сөйлесті. Бұл керемет оқиға болады. Егер сіз Африкаға келуді жоспарласаңыз, дәл қазір келіңіз. Керемет оқиға болады. Егер сіз Африкаға келуді жоспарласаңыз, дәл қазір келіңіз. Өйткені біздің билеттер сатылып кете жаздады. Олар алдағы бірнеше минутта сатылып кетуі мүмкін. Бәрі жақсы. Бұл шоуда Африкадағы өміріңізді өзгертетін орын бар екеніне көз жеткізіңіз. Сондықтан бүгін менің Instagram өмірімде бәрі басқаша болады. Бұл желілерге немесе корпорацияларға қатысты емес. Бұл бәріңізге, соның ішінде балаларымызға, жасөспірімдерімізге, соның ішінде қайын енеңізге де қатысты. Олар менің қаншалықты керемет екенімді көру үшін мені бақылап отырады. Бәрі жақсы. Бірақ бұл өте маңызды хабарлама. Мен сіздердің барлығыңызға байыпты қарауларыңызды қалаймын. Бәрі жақсы. Мен қазір сенемін. Және соңғы бірнеше күнде мен Малайзиядағы кеңседе таңғажайып жауынгерлермен сөйлестім. Және менің ойымша, біз шыдайтын ең маңызды нәрсе сәтсіздікке ұшырау. Бар болғаны өзімізді тексеру. Жарайды. Біраз уақыттан кейін бұл қиынға соғады. Өйткені біздің эго, толып жатқан шын аяқтарымыз, біз өзімізді бағалаудан бас тартамыз. Біз осы өмір жолымен жүріп келе жатқанда, мұның мағынасын түсінуге көмектесейін. Енді сіз аудиттің не екенін түсіндіңіз. Мысалы, аудит дегеніміз бұл қаржылық есептілікке сүйене отырып, компаниялардың жұмысына тексерілетін қаржылық процесс. Ал аудиттің мақсаты қандайда бір іргелі қателіктердің, заңсыз иемденудің, қылмыстық әрекеттердің, билікті асыра пайдаланудың және осының барлығының орын алғанын анықтау. Сондықтан, сіз компанияларға аудит жүргізіп жатырсыз. Бірақ менің ойымша, қазіргі әлемде компания аудиты ұғымы уақытты босқа кетіру болып табылады. Соған қарамастан, аудит тұжырымдамасын өзімізге қолдану маңызды деп есептеймін. Мұның не үшін қажет екенін түсіндіріп берейін. Сіз бүгінгі өмір сүріп жатырсыз.
Айталық, let's say for the соңғы past 3 years, 3-4 жылда 4 years, белгілі you've бір achieved some level жетістікке of жеттіңіз. success. Сіз жаңа қарым-қатынас You've established new орнаттыңыз. relationships. Немесе сіздің Either with астыңыздағылармен, downlines, maybe мүмкін recently сіз got жақында married, үйленген whatever it is, шығарсыз. but some Бірақ changes уақыт have happened өте келе, сізде over біраз the past өзгерістер few болды. years. Бірнеше жыл And өтті you think және you're doing сіз well, өзіңізді жақсы but істеп you жатырмын деп don't ойлайсыз. exactly Бірақ take the сізде time интроспекцияға to және introspect сіз and ойнайтын ask барлық yourself рөлдерді whether you're жақсы doing well орындап or жатырсыз ба not. деп In all the өзіңізге сұрақ roles you қоюға are playing. уақытыңыз жоқ. Бәрі жақсы, Right? Because өйткені we wear біз many көп hats. қалпақ киеміз. That's why I wear Сондықтан hat мен in, жұлдызды Insta өмірде life. қалпақ We wear киемін. many Біз hats өмір бойы көптеген throughout our қалпақ journey киеміз. of life. So you Сондықтан think бұл about туралы it. ойланыңыз. Many of Сіздердің you, or all көпшілігіңіз of you, немесе hopefully, барлығыңыз your parents are still ата-анаңыз alive. әлі тірі және сіз And you үнемі ұл мен constantly play қыздың the role of рөлін son and ойнайсыз деп daughter. үміттенеміз. Бәрі жақсы. That's the Сондықтан first thing бұл you бірінші audit. кезекте тексеру керек. Without Өйткені them, you will оларсыз not be сіз here бүгін today. мұнда болмас едіңіз. So ask Сондықтан yourself, өзіңнен сұра. if your parents are Ата-анаң still alive, әлі тірі ме? how Өзіңді are you ұл немесе қыз as a сияқты son сезінесің бе? or daughter? Are Сен you a жақсы good ұлсың son, ба? Жақсы good қызсың daughter? ба? Сен Have you уәдеңде kept your тұрдың ба? promises? Сен Have you оларды provided жақсы them well? орындадың ба? Have you visited them if they are back in the Олар- village? Do you speak to them Олар- every day, twice, 3 times? Do you make sure they are okay emotionally, spiritually, medically? If you're married, do you take your wife and go and visit them, or take your family and go and visit them frequently before it's too late when they're no longer around? So comes to this topic. Audit yourself as a son and daughter. They have done a lot for you. The question is, what have you done for them? All right? They gave you your life. They gave you your education. They are technically responsible for who you are today, good or bad. In your opinion, they are responsible. They made you possible. So the question comes back, is that what are you doing for them? What have you done for them? All right? Are you the kind of person who only sees them once a year when it's Diwali, Eid? Are you one of those irresponsible morons who fight among brothers and sisters to see who's going to be responsible for your parents? And if you have put your parents in a home where they like an old folks home, where you put old people because of your financial difficulties or time or whatever, ауылға оралса, оларға бардың ба? Сен олармен күнде 2-3 рет сөйлесесің бе? Сіз олардың эмоционалды, рухани және медициналық тұрғыдан жақсы екеніне көз жеткізесіз бе? Егер сіз үйленген болсаңыз, әйеліңізді алып, оларға қонаққа барасыз ба? Әлде отбасыңызды алып, олар жоқ кезде кеш болмай тұрып, оларға жиі барасыз ба? Ендеше осы тақырыпқа қайта оралайық. Өзіңізді ұл қыз ретінде тексеріп көріңіз. Олар сен үшін көп нәрсе жасады. Мәселе мынада, сен олар үшін не істедің? Бәрі жақсы. Олардың саған өмір сыйлағанын, білім бергенін білесің. Формалды түрде олар сіздің бүгінгі кім екеніңізге, сіздің ойыңызша жақсы немесе жаман екеніңізге жауапты. Бірақ олар жауапты. Олар сізге мүмкіндік берді. Сондықтан сұрақ туындайды. Олар үшін не істеп жатырсың? Олар үшін не істедің? Жарай, сен оларды жылына 1 рет Дивали тойланатын кезде ғана көретін адамсың ба? Сен ата-анаңды кім басқаратынын білу үшін бауырларыңның арасында төбелесетін жауапсыз ақмақтардың бірісің. Ал егер сен ата-анаңды олар тұратын қарттар үйіне орналастырсаң, қаржылық қиындықтарың үшін қарттарды қайда орналастыратыныңды білесің, уақыт немесе басқа нәрсе, бұл дұрыс шешім болды ма? Бұл дұрыс шешім болды деп ойлайсыз ба? Өзіңді ұл қыз ретінде бағала, жарай ма? Келесі сұрақ. Егер сенің ата-анаң, егер сен ана немесе әке болсаң, өз балаларың үшін шынымен жақсы әке екеніңді тексеріп жатырсың ба? Сен оларға уәде еткеніңді бердің бе? Сен оларға қолыңнан келгеннің бәрін бердің бе? Олар сізге қажет кезде сіз әрқашан олардың қасындасыз ба? Сіз практикалық ата-анасыз ба? Әлде практикалық болуды білмейтін ата-аналардың бірісіз бе? Мен сенің жұмысыңмен, желіде және кез келген нәрсемен айналысатыныңды білемін. Бірақ бұл сені кем дегенде демалыс күндері немесе мүмкіндігінше балаларыңмен сапалы уақыт өткізуден босатпайды. Сондықтан өзіңіз ата-ана, әке немесе ана ретінде сынап көріңіз. Жағдайыңыз қалай? Сен жақсы анасың, жақсы әкесің бе? Барлық аналар мен әкелер автоматты түрде жақсы бола бермейді. Мен мұны түсінемін. Мен барлық аналардың да жақсы емес екенін түсіндім. Менің ойымша, барлық аналардың көбі жақсы, бірақ емес. Түсіндің бе? Сондықтан өзіңнен сұра.
Өзіңді about this мәселе question бойынша of өзіңді бағала, how өзіңді ана немесе you are performing as a mother or father. Then we go to the next stage of brother sister. How are you performing with your siblings? Do you all have a superficial relationship where you just say hi on WhatsApp on Christmas, New Year, or are you the kind of person who's very involved with your siblings, that you want to improve them, confront them, all right? Hopefully they all signed up and joined you in network marketing. Audit yourself as a sister or brother. Are you a good brother? Are you a good sister? Are you a responsible brother or sister? And I'm not talking about good times. I'm talking about overall, are you a good brother or sister? All right. Then comes the husband, wife, boyfriend, girlfriend. қалай ұстайсың. Содан кейін сіз бауырластық қарым-қатынастың келесі кезеңіне өтесіз. Бауырларыңмен жағдайың қалай? Рождество, жаңа жыл қарсаңында WhatsApp-қа сәлем жолдаған кезде бәрің үстірт қарым-қатынаста боласыңдар ма? Әлде сіз өз бауырларыңызға өте жақын және оларды жақсартқыңыз келетін, олармен бетпе-бет келгіңіз келетін адамсыз ба? Бәрі жақсы ма? Олардың барлығы тіркеліп, желілік маркетингке қосылады деп үміттенемін. Өзіңізді әпке немесе аға ретінде бағалаңыз. Сен жақсы ағасың ба? Сен жақсы қарындасың ба? Сен жауапты бауырсың ба? Әлде қарындасың ба? Мен жақсы кездер туралы айтып отырған жоқпын. Бірақ сен қандай жақсы бауырсың? Одан кейін күйеу, әйел, жігіт, қыз келеді. Немесе бүгін адамдар бірге тұрады. Мен олардың неге серіктес екенін түсінбеймін. Олар өздерін ерлі зайыптылар деп атамайды. Олар өздерін серіктес деп атайды. Солай емес пе? Маған өмірлік серіктер термині ұнайды. Бірақ сіз серіктесіңізге белгілі бір дәрежеде қауіпсіздік сезімін беруіңіз керек екенін білесіз. Бәрі жақсы. Сен жақсы серіктессің бе? Жарайды. Сен жай ғана романтиксің бе? Әлде сен жалғызсың ба? Сол шуақты күнсің бе? Әлде бірінші жаңбырлы күнсің бе? Өйткені Валентин күні кез келген адам саған гүл сатып алып, қолыңды ұстап, Кумбая әнін айта алады. Бірақ сенің көңіл күйіңе немесе басқа нәрсеге қарамастан, сенің жаныңда кім бар екеніне шынымен мән беретін. Сенің ең қиын кездеріңде сенің жаныңда болатын. Сенің жаныңда тұрған біреу бар ма? Сенуге болатын біреу. Бір күнде жасаған бірінші немесе соңғы телефон қоңырауыңыз өте маңызды. Бұл сіз жақсы көретін адам туралы ма? Жоқ па? Соны түсінесіз бе? Сен жақсы күйеусің бе? Сен жақсы әйелсің бе? Сен жақсы серіктессің бе? Солай емес пе? Бұл сұрақты қою керек. Жарайды. Сен тағы бірдеңе істей аласың ба? Сен ол кісіні елемейсің бе? Сіз жұмысты немесе желідегі қарым-қатынасты сылтау ретінде пайдаланасыз ба? Тіпті таңертең бір шыны кофе ішіп отырмайсыз ба? Сәл ертерек оянасыз ба? Әлде күннің ортасында бір жерге әдемі хабарлама жібермейсіз бе? Бейне хабарлама жібересіз бе? Оларды таң қалдырыңыз, кеңседен алып кетіңіз және анда-санда романтикалық кешкі асқа шақырыңыз. Бұл мүмкін. Өзіңді күйеу, әйел ретінде тексер. Күйеу ретінде мен жай ғана шармени болуға тырыспаймын. Сондықтан мені қателеспеңіз. Бірақ күйеу ретінде сіз патшайымыңызға көп уәде бердіңіз. Бәрі жақсы, және менің ойымша сіз өзіңізді тоқтатуыңыз керек. Есек және мүмкіндігінше көп ақша табыңыз. Сондықтан сіздің отбасыңыз ешқашан ақша туралы алаңдамайды. Ал енді, егер сенің жолың болса және әйелің де сенімен араласса, онда екеуің де есектеріңді жұлып алып, мүмкіндігінше тезірек бар күшіңді салуға тырысуың керек. Сонда сенің отбасың олар үшін өмір сүре алады. Түсіндің бе? Ақтауға толы өмір сүрме. Сен одан да көп нәрсені істей аласың, оны өзің білесің. Сен одан да көп күш сала аласың, оны өзің білесің. Сондықтан өзіңізді күйеу, әйел, серіктес, дос, жігіт ретінде сынап көріңіз. Оны қалай атасаңыз да, одан да жақсысын жасай аласыз ба? Және Инстаграмдағы қарым-қатынастың осы дәстүрлі анықтамаларына бағынбайсыз ба? Шынайы қарым-қатынас бұл сенуге болатын адам болған кезде. Сіз үшін ең қиын сағатта біреу әрқашан сонда болады. Ал қиын күнде сіз шынымен сене алатын адам болады. Менің ойымша, ерте ме, кеш пе, бәрімізде ондай адамдар таусылып қалады. Бірақ егер сіздің өміріңізде осындай 5, 6, 7 адам болу бақытына ие болсаңыз, менің ойымша, сіз дұрыс айтасыз, берекелі. Солай емес пе? Енді сіз өзіңізді желі маманы ретінде жоғары буын ретінде тексеруіңіз керек. Жарай, жоғары буынмен жағдайыңыз қалай? Сіз өзіңіздің төменгі буыныңызға көмектесуге дайынсыз ба? Сіз әңгімені жалғастырып жатырсыз ба? Сен басқаларға үлгі боласың ба? Сен оларға презентация жаса деп айтасың ба? Әлде өзің де презентация жасайсың ба? Бәрі жақсы. Сен өзіңнің татуировкаңа бағыныштыларың сияқты көңіл бөлесің бе? Сіз адалдықтың, жұмыс этикасының негізі деп атайтын құндылықтар жүйесін ұстанасыз ба? Қиын кезде адамдардың жанында болу және проблема туындаған кезде қашып кетпеу. Бәрі жақсы. Сіз жеткілікті ақпарат бересіз бе? Сіз мені қолдайсыз ба? Сіз бағыныштыларыңызды жеткілікті түрде басқарасыз ба? Сіз көшбасшы болуға белсендісіз бе? Можо, жарайды.
ендеше төменгі сызық туралы сөйлесейік. Сен адалсың ба? Сен өз ісіңе берілгенсің бе? Үндемей қаласың ба? Тыңдайсың ба? Істейсің бе? Сен не үйретсең, соны істейсің бе? Сен сетевик ретінде саяхатқа дайынсың ба? Сенің арманың бар ма? Және осының бәрі, міне, төменгі деңгейдегі қызметкерлер қоятын сұрақтар. Түсіндің бе? Және бұл өте маңызды сұрақтар. Содан кейін, жұмыс берушінің қызметкеріне келетін болсақ, одан да қызықты сәт келеді. Бәрі жақсы, сіздің қызметкеріңіз бар. Сіз жұмыс берушісіз, сіз менеджерсіз, бағыныштысыз. Сіз жақсы бастық болу үмітін ақтайсыз ба? Сіз жақсы қызметкер болу үмітін ақтайсыз ба? Әлде жақсы бағыныштысыз ба? Сондықтан анда-санда тоқтап, өзіңізді тексеріп тұруыңыз керек. Сіз осы қарым-қатынастардың барлығын қанша қалпақ киетініңізді қалай шешесіз? Ал желі қызметкері ретінде сіз де қалпақ сияқтысыз. Сіз жеткілікті түрде жақсы жұмыс істеп жатырсыз ба? Сіз әңгімені жалғастырып жатырсыз ба? Сіз үшінші ережені ұстанасыз ба? Сіз өз презентацияңызға сәйкессіз бе? Сіз өзіңіздің татуировкаңызды апта сайын аспазыңызға жібересіз бе? Сіз ассоциацияның күшін қолданасыз ба? Сіз мұны түсінесіз бе? Осы тақырыптарға қайта оралсақ, сіз өзіңізді үнемі тексеріп отыруыңыз керек деп ойлаймын. Және сіз тәжірибе жасауыңыз керек. Соңғы аудит бұл өзін-өзі тексеру. Бұл сіздің ішкі көзқарасыңызды, бақыт индексіңізді, бос шынаяқыңызды, эгоңызды білдіреді. Ол соңғы 2-3 жылда қаншалықты үлкен болды немесе бақылауда болды. Сондықтан сіз кім болуыңыз керек деген сұрақ қайта оралады. Сіз өзіңіздің ең жақсы нұсқаңызға айналдыңыз ба? Сіз өзіңіздің ең жақсы нұсқаңызға айналдыңыз ба? Бәрі жақсы, бұл өте маңызды. Сонымен, сіздің күшті жақтарыңыз қандай? Сіздің әлсіз жақтарыңыз қандай? Сіздің әлсіз жақтарыңыздың кейбірі түзетілді ме? Жойылды ма? Әлде бәрі өзгеріссіз қалды ма? Балалар, сендер менімен біргесіңдер ме? Жоқ па? Бәрі жақсы, бұл өте маңызды. Менің ойымша, көптеген адамдар өздерін бағалауға, жүздеріне қарауға күш салмайды. Солай емес пе? Егер сіз бұл туралы ойласаңыз, басқа адамдармен бетпе-бет келу өте оңай. Егер мен сенен ағаңмен бетпе-бет келуіңді сұрасам, сен қуана барып, бұл жігітті ақымақ дейсің. Егер мен сенен бағыныштыларыңмен бетпе-бет келуіңді сұрасам, сен мұны істейсің. Саған бағыныштыларыңмен бетпе-бет келу қиынға соғуы мүмкін. Бұл айтпақшы, сенің әлсіздігің, бірақ өзіңе қарсы тұру қиынға соғатыны сөзсіз. Басқаларға адал болу өте оңай, бірақ өзіңе адал болу өте қиын. Интроспекция жасау, өзіңе қиын сұрақтар қою өте қиын. Балалар, менімен келісесіңдер ме? Бірақ сен мұны істеуің керек, басқа амалың жоқ. Сондықтан сенің орнында болсаң, мен де өзімді тексеретін едім. Мен өзімді үнемі, күнделікті болмаса да, апта сайын тексеріп отырамын. Мен бүгін не істедім? Бүгін менің мақтанышым қалай болды? Ол өсті ме? Әлде мен оны басқара алдым ба? Түсіндің бе? Менің бүгінгі қойылымым қалай өтті? Мен өз армандарымды, Джаппа мен Датошри Виджайдың миллиард сюжетке қалай әсер ету керектігі туралы көзқарасын жүзеге асыру үшін жеткілікті жұмыс жасадым ба? Мен қарым-қатынасымды жақсы басқардым ба? Мен үнемі интроспекция жасаймын және өзімді тексеремін. Сондықтан осы аптаның 7-ші аптасында қос махаббат акциясына назар аударыңыз. Бірақ өзіңізді сынауға назар аударыңыз. Ал енді біреу, бастық, мен өзімді тексергеннен кейін не істеуім керек деп сұрады. Сіз өзіңізді тексергеннен кейін оянып, кофенің иісін сезіп, жағдайды жақсарту үшін жоспарын жасауыңыз керек. Мысалы, егер сіз өзіңізді төменгі деңгейдегі қызметкер ретінде тексеріп, үшінші ережені орындамағаныңыз үшін пайдасыз төменгі деңгейдегі қызметкер екеніңізді түсінсеңіз, осы айдан бастап үшінші ережені дәйекті түрде орындау үшін қандай іс-шаралар жоспары бар? Жарайды. Егер сіз өзіңізді аға басшы ретінде тексеріп жатсаңыз және бағыныштыларыңызға жеткілікті түрде көмектеспейтініңізді түсінсеңіз, онда сіздің әрекет жоспарыңыз бағыныштыларыңызға кеңес беретін аптаның бір күнін бөлу. Жарайды. Олардың жанында болыңыз. Ол астындағыларға айтшы, мен бұл кафеде таңғы 10-нан кешкі 10-ға дейін боламын. Бәрің бір-бірлеп менің кездесуіме келесіңдер. Мен сіздің сұрақтарыңызға жауап беру, мәселелеріңізді шешу, сізге бағыт-бағдар беру, қасыңызда болу үшін келдім. Сен үшін, егер сіз ерлі-зайыптылар ретінде аудит жүргізе алмасаңыз, онда түзету шараларын қолданыңыз. Егер сіз өзіңіздің сүйіспеншілігіңізді білдіру немесе көрсету мағынасында жақсы күйеу бола алмасаңыз,
Онда сіз осы аптада сәрсенбіде бөксеңізді жұлып алып, тосын сый жасауыңыз керек. Жұмысқа немесе үйге барыңыз. Оны алып кетіңіз. Кешкі асқа, тіпті 1 сағатқа, жақсы кешкі асқа шақырыңыз. Тіпті көшедегі тамақ немесе азық-түлік жүк көлігі болса да, бұл маңызды емес, білесіз бе? Оларға олардың маңызды екенін көрсетіңіз. Балалар, менімен келісесіз бе? Егер сіздің ойыңызша, ата-ана ретінде де, ана ретінде де, әке ретінде де бірдеңе дұрыс емес деп ойласаңыз, оны дереу түзетіңіз. Таңертең ерте оян. Егер сен оларды көптен бері мектепке жібермеген болсаң, оларды мектепке жібер. Немесе сол күні балаларды автобустың немесе жүргізушінің орнына мектептен шығарып таңғалдыр. Мүмкін аптасына 1-2 рет үйге бүкіл отбасымен кешкі асқа келіңіз. Содан кейін қайтадан шығып презентация жасаңыз. Менің ойымша, Суньон Донгаде, біреу Суньон Донгадеге хабарласып, оның мәселесінің не екенін біледі. Ал Суньон Донгаде, менің ойымша, Суньон Донгаде. Сондықтан, білесіз бе, сіз оны түзетіп, үйге отбасылық түскі асқа келесіз. Содан кейін сыртқа шығып, қайтадан презентация жасайсыз. Түсіндің бе? Үйге отбасылық түскі асқа келмеңіз. Фильм көрмеңіз немесе ұйықтамаңыз, жарайды. Ақымақтар, барып презентация жасаңыз. Егер сіз ұзақ уақыт бойы чекті алмаған болсаңыз, жоғары тұрған іс-қимыл жоспарыңызды және табысқа жету үшін нені өзгерту және не істеу керектігін тексеріңіз. Чекті төлегеніңізге сенімді болыңыз. Балалар, сендер қазір менімен біргесіңдер ме? Сіз өзіңіз туралы тексергеніңіздің барлығын және сол кезде интроспекцияның белгілі бір саласында сәтсіздікке ұшырағаныңызға сенесіз. Содан кейін әрекет жоспарын жасаңыз. Ал іс-қимыл жоспары дегеніміз не? Іс-қимыл жоспары бұл сіздің аудит барысында анықтаған сәтсіздіктеріңіз бен әлсіз жақтарыңызды жою үшін жасайтын әрекеттеріңіз. Бұл өте қарапайым. Түсіндің бе? Содан кейін мұны міндетті түрде орындаңыз. Тәлімгеріңізбен кеңесіп, іс-қимыл жоспарыңыздың орындалғанына көз жеткізіңіз. Балалар, менімен келісесіңдер ме? Білесің бе? Бұл өте қарапайым. Енді айтыңызшы, бұл неге соншалықты маңызды? Instagram желісінде өмір сүру өте қиын болғаны үшін кешірім сұраймын. Мен бәріңіздің қол ұстасып, құмбай ән айту қызық болады деп ойлайтыныңызды білемін. Бірақ мен мұнда танымалдылық үшін, жарысу үшін келген жоқпын. Мен сенің үнемі өзіңнің ең жақсы нұсқаң болатыныңа көз жеткізу үшін келдім. Өйткені сен өзіңнің ең жақсы нұсқаң болған кезде ғана желілік маркетингте жақсырақ жұмыс істей аласың ба? Жақсы желі адамы болуға тырыспаңыз. Кім болсаңыз да болуға тырыспаңыз. Өзіңізді жақсартыңыз және сіз жасаған барлық нәрсе жақсарады. Сен түсінесің бе? Менің назарым осы жерде. Джапа мен Дату Шри Виджай 27 жыл бойы маған осылай көңіл бөлді. Олардың арқасында мен ең жақсы путман болдым. Олар маған басқа ештеңе үйреткен жоқ. Олар мені ең жақсы путман етті. Сондықтан путманның барлық істері жақсырақ болды. Бұл мағынасы бар ма? Түсіндің бе? Ендеше, бұл аудит неліктен соншалықты маңызды және мен осы аптада неге сонша назар аудардым? Өйткені 2025 жылы 6 апта өтті. Ал сіздердің көпшілігіңіз оны жүргізуге кіріскен жоқсыз. Сіздердің көпшілігіңіз өзіңіз қалаған нәтижелерді әлі көре бастаған жоқсыз. Сіздердің көпшілігіңіз маған уәде берген 1 қаңтардан бастап енгізуге тиісті өзгерістерді енгізген жоқсыз. Сіздердің көпшілігіңіз әлі де бұл сіздің талғамыңызға сәйкес келетінін, немесе осы жылға менің өміріме, менің тарихыма байыпты қарайтыныңызды анықтауға тырысып жатырсыз. Бұл менің уақытым. Сіздердің көпшілігіңіз, сіздің жұмыс этикаңыз жақсармады, нәтижелеріңіз жақсармады, татуировкаңыз жақсармады, әлеуметтік ортаңыз кеңеймеді, қарым-қатынасыңыз жақсармады. Өміріңіз жақсармады. Сондықтан ұлы Жапу мен Дато Шри Виджаяның өкілі Патман Синати Раджаның сіздің жетекшіңіз сізге ояту сигналын беруі өте маңызды. Балалар, менімен келісесіңдер ме? Сізді біреу оятуы өте маңызды. Бәрі жақсы. Бұл сіздің өміріңіз, сапарыңыз. Сондықтан өзіңізді сынап көріңіз. Іс-қимыл жоспарын жасаңыз. Өзіңізді жетілдіріңіз. Мен Дато Шри Виджайдың «бе» және «ей» сөздерін ешқашан ұмытпаймын. Сондықтан мен онымен кездескен сайын, ол Патман, егер әркім күніне 1%ға жақсарса, сіз бір жылда адам ретінде 37 есе жақсарасыз. Мен түсінбеймін. Неге сіз өз өнімділігіңізді күніне 1%-ға, жарты пайызға жақсартуға тырысып жатырсыз? Бұл маңызды емес. Тек күн сайын жақсара беріңіз. Бірақ жақсырақ адам болу үшін, оны түзетпес бұрын ненің дұрыс емес екенін білуіңіз керек. Сондықтан бұл аудит өте маңызды. Сондықтан бүгін осы Instaforex'тен кейін қай жерде болсаңыз да 30 минут, 20 минут уақытыңызды бөліп, мен қойған сұрақтарға жауап беріңіз. Барлық бас киімдеріңізді киіңіз. Ұлыңыз, қызыңыз, әкеңіз, анаңыз, егер сіздің ата-анаңыз, күйеуіңіз, әйеліңіз, серіктесіңіз, бауырыңыз, әпкеңіз, жоғары тұрған басшы, төменгі басшы, желі басшысы болса, бәрі жақсы.
Содан кейін сіз бір деңгейге тереңірек үңілгіңіз келеді. Өзіңізге адамның көзқарасы бойынша қарап, өзіңізден жақсы адам екеніңізді, жақсылық жасап жатқаныңызды, мінез-құлқыңызды және сіз өзіңізді жақсы сезінесіз бе? Түсіндің бе? Сен өзіңді жетілдіруің керек. Өйткені сіз тіркелген күннен бастап бүгінгі күнге дейін сіздің мақсатыңыз үнемі көбірек ақша табу болды. Мен оны құрметтеймін. Және менің ойымша, бұл мен бастаған кездегі мақсатым болды. Бірақ мен Коничиваның арқасында Коничивамен амандасып жатқан жапон жігіті сияқты екенін түсіндім. Мен желіге қосыла бастағанда, менің түпкі мақсатым қаржылық еркіндік екенін түсіндім, және мен жақсырақ желі құрушы болуым керек деп ойладым. Мен көбірек шеберлікті үйренуім керек деп ойладым. Жақсырақ сөйлеуім керек деп ойладым. Оқуымды жақсарту керек деп ойладым. Бла. Бірақ содан кейін мен тәлімгерім Датошри Виджаймен көп уақыт өткізгенімде жауап беретінімді түсіндім. Тек Патманға назар аударыңыз. Патман Синати Раджаны өзінің ең жақсы нұсқасына айналдырыңыз. Сонда сіздің айналаңыздағы барлық нәрсе жақсарады. Балалар, менімен келісесіңдер ме? Әр 16-шы аптада сіз дұрыс айтасыз. Кешіріңіз, науқан 7-ден 16-шы аптаға дейін жарамды. 7-ден 16-шы аптаға дейін тіркеліңіз. Солай емес пе? Иә, кешіріңіз. Бірақ сізде 23-24-ші апта емес, 16-шы апта бар. Менің ойымша, бұл жерде 6 апталық акция немесе басқа нәрсе бар. Менің ойымша, 7, 8, 9, 1011 бүтін, 1213, 1415, 1610 апта. Менің ойымша, бұл дұрыс. Бірақ промо-роликті қараңыз. Бірақ бұл қос махаббат промосы. Сондықтан, мен тек өзімді жетілдіруім керек екенін түсіндім. Сондықтан, оған назар аударыңыз. Бірақ әлі де өзіңізге қиын сұрақтар қойыңыз. Өзіңізді абсолютті адалдықпен сынап көріңіз. Содан кейін жақсарту. Аздап жақсарту үшін әрекет жоспарын жасаңыз. Мен мүлдем басқа адам боламын деп айтпа. Мен өзгеремін. Мен толығымен өзгеремін. Ондай ақымақ болма, білесің бе? Кішкентай, қарапайым мақсаттар. Жинақталған шағын мақсаттар үлкен өзгерістерге әкелуі мүмкін. Бәрі жақсы. Сондықтан тым өршіл болмаңыз, шынайы болыңыз. Бірақ өзгертуге немесе жүзеге асырғыңыз келетін іс-қимыл жоспарын жасауға келгенде, аздап өршіл болыңыз. Балалар, менімен келісесіңдер ме? Сіздің бастығыңыз жақын арада әдемі Гана еліне, Акра қаласына аттанғалы жатыр. Бірақ бұған дейін мен Дубайда бір күн бойы маңызды адамдармен, бауырларыммен кездесуге тоқтаймын. Бәрі жақсы. Содан кейін мен Африкаға ұшамын. Бұл жай ғана керемет болады. Біз бірге келесі деңгейге көтерілеміз. Сондықтан мен сендерді жақсы көремін. Мен сендерді сәрсенбідегі хабарламамда көремін. Мен оны Дубайдан жазамын деп ойлаймын. Иә, мен оны Дубайдан жазамын. Бәрі жақсы. Мен сендерді жақсы көремін. Балалар, айтпақшы, Валентин күнімен және қос махаббат акциясымен құттықтаймын. Оны жіберіп алмаңыз. Осы аптада 7-ші аптада ең көп жазылушыларды жинағаныңызға көз жеткізіңіз.